Жаңа үйге звондасам ызы шу, ар жақта ызы шу жылап атқан бала шаға мамашканы іздеп жатыр екен. Көнбейді ғой ол, әкесіне де көнбейді, Гүлденге де көнбейді. Ойбай, әже деп жылап жатыр бәрі, атасын әжесін іздеп ызы шу. Лейла келіпті ғой. Нет, уже ляшка кетіп қалыпты дейді, мамашка мен папашканы әкеліп тастап. Капец, жынды қылып киіндіріп келді дейді, ол Гүлден айтады. Андай көйлек, мамашкаға камзол, жаулық, и папашкаға да жынды костюм шалбар, енді шик дейді. И Гүлденнің өзінде киіндіріпті. Сумочка алып беріпті, көйлек, туфли, короче, орамал. И мен бармаймын ғой десем, ну что, білесіңдер, Ләйланың қасында жарқырап жүр, әдемі болып деп. Капец. Қасқа дұрыс қылыпты, құдай жаным дұрыс, Ләйла молодец ғой, негізі ше, сондайларды. Әй, мен ана алтынға барған едім, танысыма. Құрсын ана неден кейін, жаңа жылдан кейін алтын қымбаттайды екен, ал. Сосын алып алсай зәмзә қазіргі кезде бөліп бересің ғой дегесін, ана мамашкаға комплект алайын десем, не бар дейді ғой, 2 комплект бар дейді, Гүлден айтады. Сосын білезік алдым. Сосын мен де Гүлданға бір алтын сақинала салдым. Жаным, әке шешемізге қарап отқан сол ғой байғұс. Жарқыратып барсақ төркінім деп өліп қалады, көрпе болып жайылып, жастық болып жастанып, құдай жаным аман болсын, әйтеуір соған алтын алды. Ой, молодец, Зәмзә, бүгін шығасың ғой, Құдай қаласа, иә? Ой, жездеміздің түнімен ана қақпағын, миының қақпағын ашып қойып жеп, трубочка тығып қойып қан ішкен шығарсын байғұстың. Иә, жездемізге де рахмет, сендердің де, Ләйланың да рахмет айтасың ғой, бірақ ана кепкен миысы құсап, жиырылып отырса ештеңе істей алмайды ғой. Жездеміздің де еңбектері бар бұл жерде. Точно сондай болды, точно сондай болды. Ғалымжан да бүгін қасқа өлесің ба, қайтесің, ертерек қайтсайшы деп сол пойызға дайындалып жатырмыз, құрсын, қырғын болып бәрін қырып, пісіріп жолға сөйтіп алмасам, қып-қызыл ақша ғой, ол да пәленбай ақшаға сатып аласың тамақты да. Енді өзі пойызға шығарып салады Ғалымжан. Иә, ойба, бұрын осы кезде неге дайындалып жатыр? Мейрамдарымен айтпақшы, қыздар. Мә, парадқа дайындалатын еді ғой, қасқа. Ана папам көгершін істеп беретін еді ғой. Кардоннан қиып естерінде ма, қыздар? Ойбай, көгершін істеп шарбайлап, ана ең дәу көгершінді Гүлсезімге істеп беретін еді ғой. Бантиктерімізді ана кітаптың арасына қойып қоятын едік қой, қырын шығарып қасқа. Ана ақ гүлпіктерімізді дайындап, парадқа дайындалып, ура деп. Ләйла ескерткіштің алдында тұратын еді, ойбай, жылда қып-қызыл пилоткамен жаңағы галстугын тағып, қатып тұратын еді ғой, шекесіне қолын қойып. Да, папашканың қызы Гүлсезім еді ғой, байға кетіп мен болып жатырмын қазір. Жаным, папашканы ешкіммен бөліспеймін, аттар. Қара шаңырақ өзіңде өстім бір кезде бала шашым.